Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Нұршат. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында капкейктер дайындайтын боламыз. Ең бірінші ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Бөлме температурасындағы еріген сары майымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді саламыз, яғни қопсытқышымызды. Ұнымызды салып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған тестамызды арнайы осындай капкейк пісіретін ыдысымызға орташа қылып салып пісіріп алатын боламыз. Толтырып жібермейміз. Толтырып жіберген жағдайда сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай дәл видеодағыдай салатын боламыз. Кейіктерімізді 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Сырымызды дайындаймыз. Творожный сырымыздың үстіне қант немесе қант ұнтағын саламыз. Крегимізді, яғни сливкимізді құямыз. Өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Барлығын бір келкі масса болғанша, яғни қоюланғанша миксермен араластырамыз. Бірінші жай жылдамдықтан бастап, жоғары қарай қатты жылдамдық арқылы жүргізе отыра кремімізді дайындаймыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Өте оңай, тез дайындалады. Міне енді екі ыдысқа бөліп аламыз. Мен екі түсті қылып жасаймын, бір ақ және көк түсті. Міне мен осындай көгілдір түс қостым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған капкейктерімізді пештен шығарып, суығанша қалдырдық. Енді беттеріне кремдерімізді салып шығамыз. Міне дәл видеодағыдай өзіңіздің қалаған насадкаңызбен бетіне осылай сәндесеңіз болады. Өз қалауыңызша бетіне құлпына тәттілер қойып әрлесеңіз болады. Міне біздің өте керемет дәмді болып шыққан капкейктеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.